Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 86-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз шамалар. Бірінші есепке назар аударайық. Наурыз мерекесінің алдындағы аптада Әлия мен Сырымның жұмыстары көп болды. Олардың не жасап үлгергенін айтып бер дейді. Бірінші дүйсенбі күні Әлия мен Сырым өздерінің қазақша көйлектерін таңдап, таңғы сағат 8-де киімдерін дайындап қойды. Сейсенбі күні таңғы сағат 9-да қазақша биге, яғни наурыз мейрамына дайындалды. Сәрсенбі күні ән үйірмесіне қатысты және бейсенбі күні сағат 9-да сурет салу үйірмесіне қатысып, жұма күні таңғы 8-де домбыра үйірмесіне қатысты. Сенбі күні таңғы 10-да жаңа дайындалған биіне қатысты. Ал жексенбі күні таңғы 10-да наурыз мейрамын тойлады балалар. Жақсы, келесі екінші есеп. Есепті шығар. Көк кесіндінің ұзындығы 5 см, ал қызыл кесіндінің ұзындығы одан 2 см ұзын. Қызыл кесіндінің ұзындығы нешеге тең? Бұл жерде біз 5 см мен 2 см қосамыз, сонда 7 см болады екен. Сонда қызыл кесіндінің ұзындығы 7 см екен балалар. Ә нұсқасы шешуі 7, азайту 2 болатындай етіп кері есеп құрастыр дейді. Бұл өздерің құрастырып көріңдер балалар. Үшінші есеп. Сен карточкаларды қандай топтарға бөлесің? Ай атауларын, апта күндерін дұрыс ретпен ата. Бірінші апта күндерін атайық балалар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бір аптада бізде 7 күн бар екен. 7 күннің 7 түрлі өз атауы бар екене балалар, жаттап аламыз. Келесі. Ай атауларын қатарымен айт дейді. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Міне балалар, біз ай атауларын осылай атайды екенбіз. Жақсы, келесі төртінші есептерді өзіміз шығарамыз. Бесінші, ең ауыры қай жеміс? Бірінші суретте жүзім, екінші суретте ананас тұр екен. Ауыры бірінші суретте ананас болып тұр. Ал екінші суретте жүзім мен апельсин өлшенген екен. Сонда бұл жерде ең ауыры жүзім болып тұр екен. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар.